Қыс мезгілінде адамға қажеттіліктің бірі жылылық. Яғни аязды күндері баспанаң жылы болса, үйде жайлылық орнайды. Ал жұмыс орнының талапқа сай жылы болуы өнімді еңбек кепілі. Орталықтандырылған жылыту жүйесі қаланың сыртында жоқ болғасын, энергиямен жабдықтау дирекциясының жылу мен сумен жабдықтау учаскелері әкімшілік тұрмыстық комбинаттарын, өндірістік нысандарды жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етуде. Оның бірі Богатырская станциясында орналасқан. Осынау 1969 жылы пайдалануға беріліпті. Установили 6 котлов. Бастапқы кезде онда 13 ДКВР қазандықтарының 4-і орнатылды. Сосын қуат көлемі артқасын тағы 2-і қосылды. Әр қазандық сағатына 10 тонна бу өндіреді. Қысымы 13 келі. Біздің учаскеде 70-ке тарта адам еңбек етеді. Богатырская, Степная, Ковыльная, соединительная станцияларына, Богатырская жабдықтау депосына қызмет көрсетеміз. Соединительное, экипировочное депо. Атмосфераға шығатын шығарындыларды азайту мақсатында қазандықтар бекітілген температуралық режимде жұмыс істейді. Қазандықтың температуралық режимі жылу тасығыш параметрлердің сыртқы ауа температурасына тәуелділігімен айқындалады. Қысқы кезеңде қазандықтың жұмысы ауа райы жағдайлары мен сыртқы ауа температурасының төмендеу деңгейіне ескере отырып белгіленетін температуралық кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Ол жылу тасығыштың беруші және кері құбыр желілеріндегі температуралық көрсеткіштерін реттейді. Оған қоса қазандықтар шаңды және басқа да ластаушы заттарды тазартуға арналған жабдықтар кешені аспирациялық жүйелермен жабдықталған. Ежегодно производство Жыл сайын ағымдық және күрделі жөндеу жұмыстары жүріп тұрады. Жөндеу жұмыстары жазда өтеді. Ревизия жасап, құбырлар жүйесі баспақтаудан өтеді. Бекіту арматуралары, сорғылар, қосалқы жабдықтардың бәрі тексеріледі. Мы вспомогатель всего оборудования. Аға машинист от жағушы Алма Мұсаеваның мұнда еңбек етіп жүргеніне 10 жылдың жүзі болды. Мы с утра приходим, я как старший машинист осматриваю полностью оборудование. Таңертең келген кезде мен аға машинист ретінде барлық жабдықтарды қарап шығамын. Бізде қазандықтар ғана емес, қосалқы жабдықтар, сорғылар да бар. Сондықтан олардың қалай жұмыс істеп тұрғанын тексереміз. Барлық ақпаратты журналға тіркейміз. Кемшіліктер болып жатса, оларды да жазамыз. Бір ауысымда 4 қазандық машинистері жұмыс істейді. Біз ауысыммен күндіз және түнде еңбек етеміз. Қазандықтар жақсы жұмыс істегендей желдетіп тазалап отырамыз. Делаем периодическую продувку, то есть чтобы котлы у нас работали нормально. Машинист от жағушылар жұмыс барысында қазандықтарды бақылауда ұстайды. Өйткені кез келген ауытқушылықтың арты жазатайым оқиғаға алып келуі мүмкін. Сондықтан олардың жауапкершіліктері де жоғары. Мұндағы жабдықтар сағат тетегінде дәл қызмет атқару тиіс. Сол себепті барлығымыз бірлесіп кешенді түрде әрекет етеміз. Бұл үдеріске бізбен қатар слесарьлар, электриктер, шеберлер және басқа да мамандар атсалысады. Барлығының мақсаты адамдарға қолайлы жағдай жасау. Қызметкерлер жұмыс орнына келгенде жылы әрі жайлы ортада еңбек ету үшін өз үлесімді қосу мен үшін ерекше қуаныш. Приходили на работу и было тепло. Екінші участке Южная станциясында орналасқан. Бұл қазандық 1984 жылы өз жұмысын бастады. Бастапқы кезде шағын ғана нысанда орналасқан қазандық тек жылу ғана өндірген, және оның күнінде қолмен шығарыпты. По мере того, что станция Южная начинала увеличиваться, расти, мощностя этого, поэтому возникал вопрос о том, что необходимость была, но появились новые здания, новые объекты, которые нужно было тоже. Южная станциясы үлкейіп, қажетті қуат көлемі артты. Сондықтан жаңа қазандық салу керек деген сұрақ жиі туындады. Жаңа ғимараттар, жуынуға арналған душ бөлмелері пайда болды. Осыған байланысты жаңа қазандық салу керек деген шешім қабылданды және 2007 жылы осы қазандық пайдалануға берілді. Онда екі жарында 13 ДКВР қазандығының 2 бірлігі орнатылған. Олар жылмен бірге суды ысыту үшін де бу шығарады. Біз ыстық суды душ бөлмелеріне, әкімшілік тұрмыстық кешенге береміз және оларды жылытамыз. Негізінен бізде бір ғана қазандық жұмыс істейді. Екіншісі резервте. Біреуі бізге жеткілікті. Қандай да бір ауытқу, ақау шығып жатса, біз жылдам екінші қазандықты іске қоса аламыз. Находится в резерве на случай каких-то серьезных неполадок, чтобы мы могли сразу оперативно перейти на другой қазандық.
Бұл учаске Южный станциясында тұрған барлық ғимараттарды жылытып, ыстық сумен қамтамасыз етіп отыр. Қазандықтың қуаты артқасын күлді шығару технологиясы да өзгертілді. Бүгінгі таңда ол автоматтандырылған. На станции у нас помимо котлов есть еще важный очень канал шлака. Осында сонымен бірге шлак пен күлді шығару жүйесі жұмыс істейді. Түскен күл шығыр мен жинақтағыш күл шағынауына түседі. Ары қарай автокөлікке артылып, қоқыс полигонына шығарылады. Кейбір үдерістер автоматтандырылғанымен, қазандықтармен жұмыс үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан түрлі мамандық иелері де еңбек етеді. Олардың арасында жылу мен сумен жабдықтау учаскелерінде машинист, от жағушылар, жылу пункттерінің операторлары, жабдықтарды жөндейтін және қызмет көрсететін слесарьлері, слесарь жөндеушілер, апатты қалпына келтіру жұмыстарының слесарьлері, сорғы қондырғыларының машинистері және тағы басқалары бар. Екінші учаскеде барлығы 22 адам жұмыс істесе, олардың тең жартысы әйелдер. Приходим на работу, получаем наряд, сидим за оборудованием, обсматриваем все оборудование, принимаем смену, следим за параметрами. Біздің жұмыс күніміз таңертең наряд алудан басталады. Сосын ауысымды қабылдап аламыз. Жұмыс барысында жабдықтарды, оның параметрлерін бақылауда ұстаймыз. Сонымен бірге өзіміздің қауіпсіздігімізді назардан шығармаймыз. Қызықты жұмыс, көп нәрсені үйренудемін. Жұмыс жақсы, тату, жылы жерде еңбек етеміз. Тиісті арнайы киімдермен, жеке қорғаныс құралдарымен толық қамтамасыз етілгенбіз. В тепле работаем, спецодеждой все обеспечено, все средствами защиты. Жылыту маусымы ауа райы температурасы төмендеген кезде бас директордың бұйрығы бойынша бастау болады. Энергия мен жабдықтау дирекциясының қызметкерлерінің арқасында кеншілеріміз үшін жайлы жағдайлар ұсынуда. В этом году запланировано у нас капитальный ремонт второго котла. Биыл біз екінші қазандықты күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар негізгі бірінші қазандық, қосалқы жабдықтар және түтін шығару құбыры да жөндеуден өтеді. Бұдан бөлек бақылау өлшеу аспаптарын жаңарту және қазандық жұмысының автоматты басқару жүйесін жетілдіру көзделген. Уақыт өте келе бұл жүйелер ескірді. Осыған байланысты нақты әрі дәл көрсеткіштерді қамтамасыз ететін заманауи автоматика орнату туралы шешім қабылданды. И температуры, и всех остальных параметров котлов более точно. Сонымен қатар Богатырь көмір компаниясының энергетиктері су қоры мен кәріз құбырларына қызмет көрсетеді және оларды жөндеумен айналысады, сондай-ақ су тазарту ғимараттарына жауап береді.